Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі статистикалық деректерді көрсету тәсілдері бағанды, сызықтық, дөңгелек және графиктік диаграммалар және кестелер. Қандай да бір шаманың мәндерін салыстыру үшін және оның өзгерістерін бақылау үшін диаграммалар пайдаланылады. Диаграммада геометриялық кескіндеулерді пайдаланып белгілі шарттармен шаманың сан мәндері және арақатынастары көрсетіледі. Диаграмманың көп түрлері бар. Бүгін біз қарастыратын осы тақырыпта көрсетілген түрлерін қарастырамыз. Енді қараңыздар, берілген шаманың статистикалық деректерін көрнекі түрде кескіндеу үшін және оның өзгерістерін бақылау үшін бағанда диаграмма пайдаланылады. Енді қараңыз, бағанда диаграмма түзу бойында бірдей қашықтықта орналасқан ендері бірдей ұзындықтары шамалардың сан мәндеріне сәйкес бағандардан тұрады. Мысалы қараңыз, мынаның барлығы ендері бірдей және ара қашықтықтары да бірдей бір-бірінен. Ұзындықтары берілген шамаға сәйкес. Мысалы қараңыз, мынау ұзындық, мынау Ертіс, Есіл, Жайық, Сырдария. Енді мынаның ішінен бізге ең ұзынды қайсы деп сұраса, көрнекі түрде көрсеткенге тиімді. 4000-нан астам бір километр шамамен. Мысалы 4200 километр дейді. Қарасаңыз, 4200 километрдің тұсында тұр. Сол сияқты 2000, мынау айтады 2500 километр дейді. Ол Есіл өзені. Яғни бағанда диаграмма дегеніміз осы. Келесі сызықтық диаграмма. Статистикада сызықтық диаграмма бір немесе бірнеше шама мәндерінің өзгерістерін салыстыру үшін пайдаланылады. Сызықтық диаграммада статистикалық деректер ұзындықтары шаманың сан мәндеріне сәйкес кесінділермен беріледі. Ұзындық, мысалы Абай шыңы, Талғар шыңы, Хантәңір шыңы, Жамбыл шыңы дейді. Осылардың ұзындықтары оның сан мәніне сәйкес және аралары бірдей. Бұл сызықтық диаграмма. Бұнда да бізге көрнекі түрде көрсету үшін ең ұзыны қайсысы, екінші ұзыны қайсысы салыстырғанға жалпы қажет статистикаға. Дөңгелек диаграмма, яғни дөңгелекті дөңгелек диаграмма толық бір шаманы, яғни 100%-тік құрамды бөліктерге бөліп, сол бөліктерді салыстыра кескіндеу үшін қажет. Мысалы, мынаның ішінде сізде қазір құрамда қайсысы көп екенін байқауға болады. Қалайы, екінші көп бізде сурма дейді, үшінші көп мыс дейді. Дөңгелек диаграммада толық 160 градус бұрыш шаманың құрамдас бөліктеріне сәйкес бөлінеді. Статистикалық деректерді кескіндеудің ең көп таралған түрі ол графиктік диаграмма. Графиктік диаграмманы қазір көресіздер. Графиктік диаграммада не берілген? Қараңыздар, графиктік диаграммада шама мәндерінің өзгерісі сынық сызықпен кескінделеді. Мысалы, мынау не? Мында суретте 25 шілдедегі Астана қаласындағы температураның тәуліктік өзгерісі графиктік диаграммада кескінделген. Бұл ең көп таралған түрі дейді. Мысалы, мына жағында көлденеңінен сағат, тігінен градустық өзгерістер. Мысалы, мына жерден көруге болады, сағат 2-де неше градус болған? 16 градус болған сағат 2-де. Ең ыстық қай кез? Ең ыстық қай кез десе, ең жоғарғы нүктеге барам. Ол 30 градус. Ол қай уақыт? Ол шамамен 14 пен 16-ның арасында тұр. Ол кезде қандай сағат неше? 15 градус. Сағат 15, яғни түскі сағат 3-деге болады. Сол сияқты көріңіздер, сағат 22-де, яғни кешкі 10-да неше градус болған? 21 градус. 20 мен 22-ның арасында 21 градус бар. Осы сияқты қарауға қолайлы графиктік диаграмма. Кестелерде статистикалық деректер кесте түрінде де беріледі. Мысалы, ауаның температурасы, көпшіліктің ұсыныс пікірлері, футболдағы біріншілік кестесі және тағы сол сияқты. Қажет болған жағдайлар шаманың мәндері белгілі бір реттілікпен кесте арқылы беріледі. Мысалы, Асқар 10 сәуір күні тәулік бойы ауа температурасының әрбір 2 сағаттағы өзгеруін кестеге жазып отырды. Мысалы, сағат 0-де, 2-де, 3-де, 2-де, 4-де, 6-да, 8-де, мына үстінде уақыт берілген, астында сол уақыттардағы градустық өзгерістер берілген. Яғни шаманың өзгерісі кестемен берілген жағдайда оның сан мәні тор көздерге жазылады, кесте қадаммен беріледі.
Мысалы біздің қадам деп отырғанымыз не? Мына жерде 2, 4, 6, 8, арасы қанша? 2 мен 4-тің арасы 2-2-ден не істеп жатыр? Өсіп жатыр. Бұл мысалда, біздің мысалдағы қадам. Бұл жағдайда кестенің қадамы 2-ге тең дейді. Мысалы сіз может әрбір 3 сағат сайын есептеуіңіз мүмкін. Яғни 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 деген сияқты. Ал мұнда кестенің қадамы 2-ге тең. Шамамен қысқаша таныстық деп ойлаймын. Енді есептер шығаруға кірісейік. Есептер арқылы, есептің шығару жолдарын көрсету арқылы осы тақырып толығымен түсінікті болады деп ойлаймын. Бұл қысқаша теориямен танысу. Суретте Меркурий, шолпан, Жер, Марс планеталарының радиустарын көрсететін бағанды диаграмма сызылған. Бағанды диаграмма бойынша сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Кестедегі радиустар берілген планеталардың ең үлкені қайсысы? Ең үлкені так, бірінші тұрған Меркурий, екінші шолпан, үшінші Жер, төртінші Марс. Яғни мұнда қарасақ, ең үлкені не? Жер. Жер. Ең кішісі қайсысы? Ең кішісі бізде мынау Меркурий екен, дұрыс жазып қойыпты, Меркурий. Өздерің сияқты оқушылар жазған. Екінші, қай планеталардың радиустары шамалас? Жер мен шолпан не? Шамалас. Жер мен шолпан шамалас. Келесі есепке. Дөңгелек диаграмма көрсетілген. Жер бетіндегі құрлықтың және әлем мұхитының алып жатқан аудандары процентпен көрсетілген. Құрлық 29%, су 71%. Дөңгелек диаграммада жер бетіндегі құрлықтың ауданына, судың ауданына неше градустық сектор сәйкес келеді? Мынау сектор, біз секторды градуспен өлшейміз. Мұнда бізде немен? Процентпен берген. Онда қалай табамыз? Бізде жалпы 29%. Бірінші бізде құрлық сұрап тұр. Бірінші не? Құрлықты сұрап тұр. Құрлықтың ауданы неше градусқа сәйкес келеді? Мұнда процентпен берсек, градуспен табу керек. Бізде жалпы қанша градус бар? 360 градус. Түгелмен 360 градус. Осының 29% құрлық. Оны қалай табам? 29 бөлінген 100, яғни көбейтілген 100-ден 29. Мұнда нольдарын қысқартып тастайық, және 2-ге қысқарады. Мұнда бізде қанша? 5 қалады. Мұнда 18 қалады. 18 29-ға көбейтіп 5-ге бөлсек қанша градусқа сәйкес келетінін табайық. 18 бен 29-ды көбейтсек қанша? 9-8-ім 72, 7 ойда, 1 9-ым 9, ойдағы 7 мен 16. 2-ге көбейтсек 36, 2 түсет, мұнда 2, 1 ойда, 3, 1 4, ойдағы мен 5, 522. Бұны 5-ге бөлсек қанша? 10 бар, 50-ді алып тастайым. 2 қалады, 22-ның ішінде 4 рет бар, 20 азайтсақ 2. 2 жетпейді, 104 бүтін. Мұнда 20 болады, 4. 104 бүтін 10-4 градус бар екен. Келесі екіншісін қалай табам? Екінші судың ауданын. Судың ауданына неше градустық сектор сәйкес келеді? Яғни 360-тан 104-ті азайтсалам. 104 бүтін 10-4-ті азайтсақ та болады. Немесе 100-ден 71-ге көбейтіп тапсақ та болады. Енді көбейтуден көрі бізге қосу азайту тез. 104 бүтін 10-4 градус. Тең қанша болады? Азайтайық. 360 градустан азайттам 104 бүтін 10-4. Мұнда 10-дық үлес жоқ, онда береміз. Мұнда 0 жетпейді, біреуін алам, 10-4 алсақ 6. Мұнда 9 қалды, 9-дан 4 алсақ 5. Мұнда 5 қалған, 5. Мұнда 3-тен 1 алсақ 2. 255 бүтін 10-6 градус.
Келесі есепке кеттік. Кестені пайдаланып сұрақтарға жауап беріңдер. 5-ші қабаттың үйдің әрбір қабатында 4 пәтерден бар. Асқар, Сәуле, Төлеген және Нұрлан осы үйдің бірінші кіреберісінде тұрса, олар нешінші пәтерлерде тұрады дейді. Қабаттың реті, бірінші қабат, екінші қабат, үшінші, төртінші, бесінші қабат, этаждар ғой. Бір қабаттағы пәтердің реті 1, 2, 3, 4. Мысалы, бір қабатта бірінші этажда бірінші, екінші, үшінші, төртінші этаж, төртінші пәтер, мұнда екінші этажға барған кезде ол жалғасады. 5, 6, 7, 8 болып, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сонда Асқар, Сәуле, Төлеген, Нұрлан осы үйдің бірінші кіреберісінде тұрса, олар нешінші пәтерлерде тұрады? Асқар 6-да, Сәуле 13-ші пәтер, Төлеген 15-ші пәтер, Нұрлан 20-ші пәтер. Келесі есептерге кеттік. Кестеде өзен ұзындықтары берілген. Кестеде берілген өзен ұзындықтарының сызықтық диаграммасын сызыңдар. Ұзындығы 1 см бірлік кесінде 200 метр ұзындықты кескіндейді. Сызықтық диаграммасын сызыңдар дейді. Сызықтық диаграмма бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер. Қай өзеннің ұзындығы ұзын, қай өзеннің ұзындығы қысқа? Так, бұны көрсететін болсақ, так, сәл кішірейді қойын қазір. Так, сызықтық кестеде берілген өзен ұзындықтарының сызықтық диаграммасын сызыңдар дейді. Кеттік, ендеше сызайық. Да 420, 492, 1439, 1600, 1186, 420 дейді. Бұларды айталық 500-ден өсірейік, немесе 200-ден. 200-ден болсын. Сонда бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мұнда 200 метр, 400, 600, мұнда 800, так. Мұна сіздердің мұналарыңыз 1 сантиметрден болады. Мұнда 1000 метр, мұнда 1200, мұнда 1400. Мұналарыңыздың арасы осындай 1 сантиметрден болады, 200-ден. Енді бізде айталық аягөз дейді. Аягөз 492 дейді. 492 деген шамамен мұнда келеді, аягөз дейді бұл. Екінші 1439 дейді. 1439 шамамен жаққа асып келеді. Мұнда сіздер жазып қойларыңыз керек 1600-ді. 1600-ді керек екен. 1439 осы жаққа барады. Тобылымыз 1600. Тобыл 1600. Так, мынау аягөз, мынау іле, мынау тобыл. Келесі шу 1186 дейді. Бұл шамамен 1200-ге жетпейді. 1000-нан асады бірақ. Бұл жерде не? Шу. Келесі талас 420 дейді. Ол 420 дегеніміз шамамен нәжірге. Бұл талас. Қай өзеннің ұзындығы ұзын, қай өзеннің ұзындығы қысқа, қай өзендердің ұзындықтары шамалас. Енді ең ұзынды көріп тұрғандарыңыздай, тобыл ең ұзыны. Ең ұзыны тобыл. Қай өзеннің ұзындығы қысқа, ең қысқасы бізде көріп тұрсыздар. Талас өзені. Келесі қай өзендердің ұзындықтары шамалас. Шамалас болып тұрған бізде тобыл мен
іле, тобыл мен іле шамалас, және аягөз бен талас шамалас. Жалпы осы келесі есепке кеттік. Дәрігерлердің кеңестері бойынша тәуліктік тамақтанудың 4 кезеңі белгіленген. 4 кезең. Онда барлық тамақтану мөлшерінің таңертең 25%. Таңертең 25%. Екінші тамақтануда 15%. Екінші тамақтануда 15%. Айтады, келесі түсте дейді. Түсте 45%. Түсте 45%. Кешке 15% пайдалану керек дейді. Кешке 15% пайдалану керек. Тәуліктік тамақтану мөлшерінің дөңгелек диаграммасын салыңдар дейді. Дөңгелек диаграммасын салыңдар. Так, бұнда барлығы 30-40. Енді бұларды біз дөңгелек диаграммада салу үшін не істейміз? Бұлардың бізге градустық өлшемі керек. Бұны белгілеу үшін. Онда бұларды не істейміз? 360 градустың 25%-ін табамыз. Көбейтілген 100-25. Так, бұл дегеніміз 100-25 қысқаратында 4-тен 1, 4-пен 360 қысқарат, сонда бізде не 90 градус қалады. Сонда таңертең 90 градус дегеніміз мына жер. Так, жасыл түспен келтірейік. Бұл таңғы уақыт. Екінші жағдай бізде не? Екінші тамақтану 15%. Яғни 360-ты не істеймін? Көбейтемін 100-ден 15-ке. Бұл дегеніміз қанша градус? 100-бен 15 қысқарады. 20-ға, мұнда 20 қалады, 5-ке қысқарсақ, мұнда 3. 20 мен 360 қысқарады тағы да, мұнда 9, 9 үшім 27. 27 градус шамамен қандай болады? Екінші тамақтануымыз шамамен бір айталық 27 градус осындай болып қалады. Ол мажер болды дейгі. Келесі үшінші түскі асымыз 45 градус. 360 градусты 45%-ін табам, ол үшін 100-ден 45-ке көбейтем. Мұнда екеуі де 5-ке қысқарады, мұнда 20 қалады, мұнда 9 қалады. 20 мен 360 қысқарады, мұнда 9, 9-ға көбейтсем 81 градус. Яғни түсте 81 градус 45% дегеніміз. 81 градусымыз айталық мынандай шамамен. Ол бізде қызыл түспен көрсеткен, қызыл түспен бояйық. Тарсы. Келесі екінші. Кешке 15%. Кешке 15%. Ол да 27 градус шамамен. Ол мынандай болады. Ол кешкі уақытымыз. Кешкі уақыт. Такс. Кешкі уақытымыз мынау болды, Енді тәуліктік тамақтану мөлшерінің дөңгелек диаграммасын салыңдар. Бұл шамамен осындай болды, Процентпен белгілесем, мынау градусы мына түрде болады екен. 81, так, мынау 15-міз, бұл 27 градус болды. Мұнда тұр ғой екен 15, Келесі есептерге кеттік. Сіздердің суреттеріңіз енді әдемі шығу керек. Транспортер пайдаланып, мен мұнда қолмен салдық. Суретте көйлектің, пальтоның және қолшатырдың сатылым санының жыл мезгілдеріне тәуелділігі графиктік диаграммамен берілген. Сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Жылдың қай мезгілінде көйлек, пальто көп сатылды? Жылдың қай мезгілінде? Так, бірінші сұрақ көйлекке жауап берейік. Көйлек бізде қандай түсте? Көйлек айтады көк түспен дейді. Көк түспен, ол мынау,
көк түспен қай мезгілде көп сатылды дейді. Ең көп сатылғаны жаз мезгілінде 500 көлік сатылған. Мынау көліктің саны, сатылым саны, яғни мына кезде ең көп сатылған ол жаз мезгілінде саны 500 екен, жаз мезгілінде сатылған. Жазда 500 дана, 500 штук көлік сатылды. Пальто көп сатылды. Жылдың қай мезгілінде пальто көп сатылады дейді. Пальто бізде қызыл түспен берілген, пальто қыста көп сатылады. Міне тұр, пальто қыста сатылады екен. Жылдың қай мезгілінде көйлек, пальто аз сатылады. Көйлек қай кезде аз сатылған? Аз қыста сатылған. Қыста аз сатылған. Ал пальтоның аз сатылғаны қызыл, ол жазда. Жылдың қай мезгілінде қолшатырға сұраныс көп болды? Жылдың қай мезгілінде сұраныс көп болды? Ең көбі, яғни көктемде екен. Қолшатыр қара мен белгіленген, ол мында тұр. Сонда қолшатыр ол бізде көктемде көп сұранысқа ие болды. Не себепті дейді? Не себепті? Енді көктемде білесіздер, жауын шашын көп түседі. Жауын шашынды болады көктем мезгілі. Кеттік келесі есепке. Суретте сынып оқушыларының математикадан бақылау жұмысының нәтижелері бағанды диаграммамен көрсетілген. Бағанды диаграммада берілгендерді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңдер. Бақылау жұмысын неше оқушы 5-ке, неше оқушы 4-ке, неше оқушы 3-ке, неше оқушы 2-ге жазды. 5-ке жазған оқушылар саны 4 пен 6-ның арасында 5 оқушы. Яғни 5-ке жазған 5 оқушы, 4-ке жазған оқушылардың саны 13, 13-дің тұсына кеп тұр, яғни 4-ке жазған оқушылар саны 13. Енді мұнан арасында 13 жоқ қой ағай. Әдейі көрсетпегені сіз өзіңіз тапсын деп 12 мен 14-дің арасында не бар? 13 бар. Келесі 3-ке жазған оқушылардың саны 10 дейді. 2-ге жазған оқушылардың саны 2. Сынып оқушылардың неше проценті бақылау жұмысын 5-ке және 4-ке жазды. Яғни білім сапасын сұрап отыр, 5-ке және 4-ке жазған оқушылардың саны бізде қанша? 18. Бұл 5 пен 4-ке жазған оқушылар саны. Ал барлық оқушы саны қанша? 18, 28, 30 бала бар екен. Яғни 30 баланың 18-і 5 пен 4-ке жазған. Яғни 30-дан 18 бөлігі 5 пен 4-ке жазған. Бұны не істейміз? Процентке айналдырамыз. Бірінші қысқартып алайық, 6-ға қысқарады. Мұнда 5-тен 3 қалады. 5-тен 3-ті не істейміз? Процентке айналдыру үшін 100%-ке не істейміз? Көбейтем. Мұнда қысқарады. Мұнда 1, мұнда 20. 20-ны 3-ке көбейтсек 60%. 60%. Келесі есепке кеттік. Тірі организмнің өмір сүруі үшін организмдегі судың қалыпты мөлшері сақталу қажет. Адам массасының 65%, жануарлар массасының 50%, үй жануарлар массасының 59%, үйректердің 70%, балықтардың 75%, медуза массасының 99% су. Аталған организмдердегі судың проценттік мөлшерін бағанды диаграммада көрсетіңдер. Организмдегі су мөлшері оның өмір сүрген ортасына байланысты ма, әлде байланыссыз ба? Енді оны не істейміз? Біреуін көрсетейін. Мына 3 бұрышын алып тастайық. Мұнда не істейміз? Бағанды диаграммадан салыңдар дейді. Әрқайсысын әр түспен келтірейік. Мысалы бізде бірінші адам массасы. Мұнда бірінші нені жазып аламыз? Проценттерін жазып алайық. Мұнан барлығы 100, бір бөлік 10%-дан 10%, мұнда пайыз көрсеткіштер көрсетіледі. Мынау 20, мұнда 30, 40,
50%, 60%, 70%, 80% болады. Так, келесі 90%, 100% дейді. Кішірек болып кетті, ештеңе қылмас, үйренім деген адамға. Келесі енді кеттік. Адамдардың массасы, бағанды диаграммада көрсетті дейді. Бағанды диаграммада ені болады 65%, яғни 65% шамамен мына жерге келіп тоқтайды. Мынау бізде адам массасы. Келесі жануарлар массасының 50%. Жануарлар массасының 50%. Келесі, яғни жануарлар арасы бірдей бірліктермен келтіреміз. 50% дейді. 50% шамамен мына жерге келіп тоқтайды. Бұның түсін қалғандарын өздеріңіз, сіздерге қалтырайын қалғандарын. Мынаның астына жазып қойыңыздар. Мынау бірінші тұрған адам, екінші тұрған жануарлар. Мынау тұрған жануарлар астына жазасыздар ғой. Қалғанын өздеріңіз осылай пайыздың жанына келтіріп саласыз. Енді организмді сұраққа жауап бергендей, организмдегі су мөлшері оның өмір сүрген ортасына байланысты ма, әлде байланыссыз ба? Енді мұнда қарап отырсаңыз, балықтардың 75% көбейіп бара жатыр. Үйректерде суда жүзеді, ол 70% дейді. Яғни медуза массасының 99% су дейді. Медуза суда тіршілік ететін ұсақ медуза бір жасушалы жәндік па, сондай. Бұл суда, яғни 99% су дейді. Яғни ол өмір сүрген ортасына байланысты екен, су мөлшері. Келесі есепке кеттік. Қалған жануарларды, балықтарды, медуза, үйрек, мынаған өздеріңіз графигін сызасыздар, бағанды диаграммасын. Отынның қызулығы оның құрамындағы көміртегінің мөлшерімен өлшенеді. Суретте көрсетілген бағанды диаграмма бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Қай отынның жылулығы аз, көміртегі неше %? Қай отынның жылулығы аз, көміртегі неше %? дейді. Так, бірінші сұрақ, жылулық. Қай отынның жылулығы аз? Бізде ең азы ағаш. Ағаш ең азы. Және пайызы қанша %? Мынаумен тігінен түссек, мұнда 40 пен 60-тың ортасында қанша пайыз бар? 50% бар екен. Қай отынның жылулығы көп? Қай отынның жылулығы көп? Екінші сұрақ. Қай отын? Мұнда бізде ең биігі, мұнда антрацит дейді. Антрацит ең жылулығы көп дейді. Көміртегі неше % құрамында? Шамамен 80 мен 90-ның ортасында 90%. Келесі үшінші сұрақ. Қыста үйде жылыту үшін не себепте тас көмір пайдаланылады дейді. Тас көмір бізде мынау отыр, не себепте? Енді бұл сұрақ сіздерге қалтырам. Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Суретте аңшитының, түлкінің және қоянның жылдамдықтарының бағанда диаграммасы берілген. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Түлкінің жылдамдығы көп пе, әлде қоянның жылдамдығы көп пе? Қайсының жылдамдығы шамамен қанша көп? Түлкі мен қоянды қарайық. Түлкі, мұнда қоян. Қоян 16 метр секунд, түлкі 10 метр секунд. Қанша көп дейді? Қоянның жылдамдығы не көп түлкіден? Бірақ қанша көп? Яғни 16-тан не істеймін? 10-ды азайтам, 6 метр секундқа көп. Екінші сұрақтың жауабы, аңшитын түлкіні қуып жету мүмкіндігі көп пе, әлде қоянды қуып жету мүмкіндігі көп пе? Түлкіні қуып жету мүмкіндігі көп, өйткені ит 18 болса, түлкі 10, алсақ 8 метр секунд қуып жету жылдамдығы. Ал қоянды қуып жету жылдамдығы 18-ден аламыз 16, яғни 2 метр секунд. Енді қайсының тез қуып жетеді? Түлкіні қуып жетіп алады, яғни жылдамдық
түлкіні қуып жету жылдамдығы көп. Так, осымен есеп бар ма? Бір есеп бар екен, иә. Бұл есеп сіздерге өзіңізге арналған дөңгелек диаграмма жасаңдар дейді. Тәуліктің қандай бөлігінде мектепте боласың, үй тапсырмасын орындайсың, яғни бір тәулікте 24 сағат, соның мектепке қанша уақыт кетеді, үй тапсырмасына қанша уақыт, үй жұмысына қанша уақыт, үй жұмысына көмектесетін уақытың және ойнайтын, ұйықтайтын уақыттарыңды дөңгелек диаграммаға салыңдар дейді. Бұл сіздерге қалсын. Рахмет, осымен видео сабағы аяқталды. Түсініксіз жерлерін бірнеше рет қайталап көріп үйренсеңіз болады.